e-gov.kz порталында декларацияны тапсыру үшін. e-gov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға кеден және салықтар, салық салу бөлімін таңдаңыз. Декларацияны тапсыру қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Салық кезеңі өрісіндегі төмен немесе жоғары көрсеткіні басу арқылы қажетті жылды көрсетіңіз. Салық төлеуші санатын таңдаңыз. Ұялы телефон нөмірін көрсетіңіз. Декларация түрі, резиденттік белгіні таңдаңыз. Егер ұсынылған опциялардың бірі сізге қатысты болса, қажетті өрісті белгілеу қажет. Қазақстан Республикасы заңына сәйкес декларацияда дұрыс мәліметтер бергені үшін жауапкершілік туралы жолағын белгілеу қажет. Мемлекеттік кірістер органының кодын таңдап, бұдан әрі облыс, аудан бөлімдерін белгілеңіз. МКО-ға жіберу батырмасын басып, иә деген жауаппен растаңыз. Өтінімге ЕЦХ кілтінің көмегімен қол қойып, мәртебені жаңарту батырмасын басу керек. Қызмет көрсету нәтижесі e-gov.kz порталының жеке кабинетінде пайда болады.